Ковидтен қайтыс болғандар арасында балалар мен жасөспірімдер жоқ. Бұл туралы бүгін арнайы брифинг өткізген Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Айтуынша, індетке шалдығы басқынған немесе қайтыс болғандардың дені егде жастағы азаматтар мен қатерлі ауруы бар немесе созылмалы ауруға шалдыққандар. Ақпаратқа сәйкес, өткен жылдың 24 наурызынан басталған індетке күні бүгінге дейін 5771 адам шалдығып, 86-сы қайтыс болған. Оның екеуі соңғы бір айдың еншісінде. Алайда бас санитар ең қауіптісі сол жұқтырған жандармен байланыста болғандар деп отыр. Жыл басынан бері бізде коронавирус жұқтырған, яғни 200-ден аса адам коронавирус жұқтырып отыр. 200-ден аса 77 адам пневмониямен ауырып отыр. 1109 адам жедел респираторлы вирусты аурумен ауырып жатыр. Жыл басынан бері 2 адам қайтыс болды. 1 қаңтар 2021 жылдың 22 қаңтарына дейін 1776 адам байланыста болған. Алайда олардың бағанағы үйлерінде 1700 адам үйлерінде қазір барлығы отырған жоқ. Бұл бізді қиыншылық туғызатқан. Осылар біздің қаншама айтқанымызға қарамастан, қаншама түсіндіру жұмыстарына қарамастан, олар яғни сыртқа шығып кетіп жатыр. Олар базар аралап жүр, олар бағанағы әртүрлі сауда орындарын аралап жүр, және де олар басқаларға жұқтырып жатыр. Бізді ең алаңдатып отырған осы жағдай. Яғни олардың еш жаққа шықпауы бойынша біз күнделікті жұмыс жасап жатырмыз. Егер де біз түрлі әдістермен сол байланыста болған адамдардың басқа жерде жүргенін байқайтын болсақ, дереу сол жерге біз мониторинг топты жібереміз, емхананың өзі мобильный группаласы барады, немесе полиция қызметкерлерін апарамыз. Және де ол полиция участковый қызметкерлері барып, сол адамдарға түсіндіріп береді. Сондай-ақ Шымкентте дәрі тапшылығы болмайды деп уәде берді бас дәрігер. Өйткені шаһар дәріханаларында 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар деп сендірді. Ал шетелден келгендерге ПТР сынамасының нәтижесі талап етілетінін де еске салды. Айтпақшы, 21 қаңтарда қалада ковид жұқтырғандар саны 1-ден 14 адамға өсті. Шымқала әзірге жасыл аймақта тұр.